Барлықтарына сәлем, мен әлі Индонезиядамын. Сіздерге жетім балалар туралы әңгіме айтқым келеді. Мен жетім балалардың документальный фильмдерін көріп шошып кеттім. Мен өзім де Малайзияда және бұрында жаңағы оңтүстік Африкаға барған кезде жетім балалардың үйлеріне барғанмын, өз көзіммен көргенмін не болып жатқанын. Сіздерге үлкен кеңес, әрине менімен келіспеулеріңіз мүмкін. Бірақ жаңа семья құрып бала тууды пландап жатсаңыздар, ең бірінші баланы жетімдер үйінен алыңыз. Өйткені өз елімізде, кез келген елде, әсіресе Индонезия сияқты, мысалы Индия, Қытайда жетім балалардың саны өте көп. Олар бұл дүниеге келді. Біздің адам ретінде міндетіміз оларды өсіру. Олардың әке шешесі жоқ. Ешқандай өмірлік болашағы жоқ. Олардың ешқандай кінәсі жоқ.